Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі 8-ші дәрісіміздің тақырыбы джинса маталарын безендіру технологиясы. Джинса маталарын акрил бояулармен, бисермен және тастармен безендіруге болады. Бұл киімге жеке дара стиль берудің және ескі джинсыға жаңа өмір сыйлаудың тамаша тәсілі болып саналады. Бұл презентацияда біз осы шығармашылық жұмыстың негізгі қадамдарын, міндеттерін және бағалау критерияларын қарастырамыз. Бұл дәріс сабағы қолөнердегі практикалық дағдыларын жетілдіруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ киім дизайндағы шығармашылықтың әлеуетін ашуға ықпал етеді. Осы тақырыптың негізгі мақсаты мен міндеті осы оқу модулінің негізгі қатысушыларын джинсы матасына әртүрлі материалдармен көркем безендірудің заманауи және практикалық тәсілдерімен таныстыру және оларды меңгеру болып саналады. Джинсы матасын акрилді бояулармен, бисер және тастармен безендірудің практикалық тәсілдерін толық меңгеру қажет. Әр қатысушы осы оқу соңында өзінің жеке дизайны бойынша жоғарғы сапалы көркемдік құндылығы бар бірегей джинса бұйымын жасай алатын болады. Сабақтың міндеті материалды дайындау, матаны тәжірибеге дұрыс дайындау, яғни тазалау, үтіктеу, белгі салу әдістерін меңгеру. Бұл безендірудің беріктігі мен сапасын қамтамасыз етеді. Акрил бояу техникасы сурет салудың негізгі техникаларының, оның ішіндегі түстерді араластыру және бояуды матаға дұрыс бекіту әдістерін үйретеді. Бисер және сәндік тастарды тігу, оны желімдеудің беріктік және эстетикалық әдістерін орындап бекіту әдістеріне жатады. Композициялық шешімі дизайндағы композициялық шешімдері дұрыс орналастыру, пропорционалды және визуалды тепе-теңдікті сақтау, осындай шартты сақтау керек. Көркемдік бағалау, дайын бұйымды көркемдік тұрғыдан бағалау және өзін-өзі таңдау дағдыларын дамыту сабақтың міндетіне жатады. Жалпы көркемдік орындау акрил бояуларымен қалай жұмыс істеуін айтады. Акрил бояулары матаға сурет салу үшін ең қолайлы тәсіл болып табылады. Өйткені олар суға төзімді және жуғанда түсін жоғалтпайды. Бұл кезеңде суретшілік дағдыларды көрсетуге болады. Акрил бояулармен суретті орындау барысында түстерді дайындау, арнайы матаға арналған акрил бояуларын қолдану, қажет болса түс беріктігін арттыру үшін медиум қосуға болады. Техниканы таңдау суреттің күнделігіне байланысты жұқа қылқаламды губкаларды немесе трафареттерді пайдалануға да болады. Қабаттап салу, бояуды бірден қалың етіп жақпай, бірнеше жұқа қабатпен салу шарт. Әр қабаттың кебуін күту керек. Кептіру және бекіту, бояу толық кепкеннен кейін әдетте 24 сағат оны арт жағынан үтіктеп, термобекітуді орындау керек. Бұл жууға төзімділікті арттырады. Бояу жұмысын бастамас бұрын матаның астына картон немесе полиэтилен қою керек. Бұл бояудың бұйымның екінші жағына өтуінен сақтайды. Бисер және сәндік тастар бұйымға көлем, жылтырлық және ерекше текстура беретін элементтер болып саналады. Оларды дұрыс бекіту ұзақ мерзімді қолданудың кепілі. Бисер мен сәндік тастарды бекіту тігу әдісі. Бисерді бекіту үшін берік жіптерді, мысалы моножіп немесе арнайы бисер жібі және жұқа инелерді қолдану керек. Бисерді әрбір 1-2 данасын жеке бекіту арқылы немесе артқы ине тігісімен қатарлап тігу. Бұл олардың түсіп қалуынан алдын алады. Желімдеу әдісі, яғни тастар.
Сәндік тастарды немесе страздарды бекіту үшін матаға арналған арнайы күшті желім қолданылады. Желімді тек тастың астында жұқа қабатпен жағып, матаға мықтап басады. Артық желімнің матаға жайылып кетуіне жол бермеу керек. Үйлестіру акрил суретімен сәндік элементтерді бір-бірімен үйлестіріп қолданып, мысалы суреттің жиектерін бисермен немесе жарқыраған тастармен бөлектеу арқылы өлшеу әсер жасауға болады. Жұмыстың аяқталуы және ұсынуы. Жобаның соңғы кезеңі дайын бұйымды мұқият тексеру керек. Қажетті түзетулер енгізу және оны көркемдік тұрғыдан ұсыну керек. Дайын бұйымды соңғы өңдеу жұмыстың барлық бөліктерінің бояудың, бисердің, тастардың берік бекітілген көз жеткізіп, егер қажет болса аздаған желім іздерін немесе бор белгілерін абайлап тазалау керек. Бұйымды ұсынар алдында оның мінсіз болуына қамтамасыз ету қажет. Жұмысты көрсету өз жобамен таныстырып, композициялық идеяны, таңдаған техниканы және қолданған материалды түсіріп, басқа қатысушылардың немесе мұғалімнің, оқытушының сұрақтарына жауап беруге дайын болу керек. Күтім жөнінде кеңес. Бұйымды ұзақ сақтау үшін оны төмен температурада тек қолмен немесе нәзік режимде жуу керек. Жуу кезінде бұйымды теріс жағына аударып, жұмсақ жуғыш заттарды пайдалану ұсынылады. Үтіктеу тек артқы жағынан, сурет салынған жерге тимей орындалады. Бағалау критерийлері. Жұмыс сапасын анықтау барысында жобаны бағалау қатысушының тек техникалық дағдысы ғана емес, сонымен қатар оның шығармашылық көзқарасы мен эстетикалық талғамын көрсетеді. Әрбір критерийдің үлесі 20%-ын құрайды. Эстетикалық сапасы бұйымның жалпы көркемдік көрінісі және оның визуалды тартымдылығы, түстердің үйлесімділігі және элементтердің таза орындалуы. Матамен жұмыс дәлдігі, бояудың жағу, бисерлерді тігу немесе тастарды желімдеу кезінде ұқыптылық пен тазалықтың деңгейі, артық дақтар мен тігістердің болмауы, композициялық түстік үйлесімділігі, дизайн элементтерінің бұйым кеңістігіндегі тепе-теңдігі, түстер палитрасының сәтті орындалуы және олардың бір-бірімен үйлесімділігі. Технологиялық орындау сапасы бояудың берікту, бисерді беріктік тігу және тастарды сенімді желімдеу технологияларын қатаң сақталуы. Шығармашылық идея және нақтылық ол дизайнның бірегейлі, бастапқы эскизге сәйкестігі және оның жаңашылдығы, жеке стилінің көрінісі болып саналады. Техникалық дәлдік акрил бояуларымен тиімді жұмыс жасау керек. Акрил бояулары джинса қолдануларының бірнеше маңызды нюанстары бар. Оларды сақтау, суреттің ұзақ уақыт бойы сақталуын қамтамасыз ету, бояуды кептіру және бекіту. Беткі кептіру 2-4 сағат, толық кептіру 24-тен 48 сағат аралығында. Термобекіту, үтіктеу 150 градуспен 3-5 минут. Бірінші жуу бекітуден кейінгі 72 сағаттан кейін орындалады. Ең дұрысы суреттің артқы жағынан мата мен үтік арасында жұқа мақта матасын төсеп үтіктеу. Бұл бояудың күйіп кетуінен сақтайды. Бояу қабаты тым қалың болса, ол тез жарылып түсіп қалуы мүмкін. Әрқашан бірнеше жұқа қабаттан артықшылық беріңіз. Қорытындылай келе, джинса маталарын безендіру технологиясының материалын сыртқы келбетін жақсартып қана қоймай, оның тұтынушылық қасиеттерін арттыратынын көрсетеміз. Безендірудің әртүрлі әдістері бояу, ағарту, апликация, кестелеу, принт түсіру, термотрансфер және декоративті жыртулар жасау джинса құрылымына әртүрлі деңгейде әсер етіп бұйымның ерекшелігін айқындайтыны анықталады. Технология операцияларды орындау кезінде температуралық режимнің химиялық реагенттерінің концентрациясын
экспозиция уақытын және механикалық әсерді дұрыс сақталуы мата сапасының өзгермеуін қамтамасыз етеді. Зерттеу барысында таңдалған өңдеу тәсілдері джинса матасының беріктігін, серпімділігін және түс тұрақтылығын едәуір сақтайтыны байқалады. Джинса маталарын безендірудің заманауи әдістері сән индустриясында кеңінен қолданылып, бұйымның стильдік ерекшелігін, индивидуалдығын және эстетикалық құндылықтарын арттыратыны анықталады. Әсіресе экологиялық қауіпсіз реагенттерді қолдану және қалдықсыз технологияларды енгізу өндіріс тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жалпы алғанда жүргізілген жұмыс джинса маталарын безендіру технологиясы сәндік декоративтік мүмкіндіктерді кеңейтіп, шығармашылық шешімдерге жол ашылатыны дәлелденеді. Бұл модельдік сәтті аяқталғаннан кейін суреттер мен жас шеберлер джинса матасын көркем безендірудің практикалық және теориялық негізін толық меңгереді. Бұл оларға жеке жобаларды еркін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Акрил бояулары, бисер және тастар сияқты әртүрлі материалдарды бір композицияда үйлестіріп қолдану дағдысы қалыптасады. Матаны дұрыс дайындау, бояуды бекіту және сәндік элементтерді сенімді бекіту бойынша барлық қажетті технологияларды білімді меңгереді. Өз идеяларын эскизден бастап дайын бұйымға дейін жүзеге асыру, креативті шешімдер қабылдау және дизайндағы жеке қолтаңбалы қалыптастыру қабілеті арттырады. Бұл дағдылар сіздің хобби немесе кішігірім кәсіби жаңа деңгейде көтереді, сондай-ақ киімдерін шынымен бірегей етеді. Келесі қадамдар ол және джинса безендірудің негізгі меңгергеніңіз. Бұл тек бастамасы. Өз жобаларыңызды жалғастырып, жаңа әдістерді зерттеп және ешқашан тоқтамау. Шабыт алаңы ол әртүрлі текстуралар, бояулар мен бисерге қоса кесте, шілтер немесе патчтарды қолданып көру. Күрделі графика, трафаретпен басқа еркін сурет салу немесе портреттік кескіндеме техникасын меңгеру. Ескі джинсылардан жаңа сөмкелер, белдіктер немесе аяқ киімдер жасау арқылы тұрақты сәнді қолдау. Сонымен, технологиялық операцияларды орындау кезінде температуралық режимін сақтау керек. Яғни қорытындылай келе, джинса маталарын безендірудің заманауи әдістері сән индустриясында кеңінен қолданылып, бұйымның стильдік ерекшелігін, индивидуалдығын және эстетикалық құндылықтарын арттырып анықтайды. Әсіресе экологиялық қауіпсіздік, реагенттік қолдану және қалдықсыз технологияларды енгізу өндірістің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жалпы алғанда жүргізілген жұмыс джинса маталарын безендіру технологиясы сәндік, декоративтік мүмкіндіктерді кеңейтіп, шығармашылық шешімдерге жол ашады. Осымен пән бойынша жалпы қорытынды: тігін бұйымдарын безендіру технологиясы пәні студенттерге матаны көркем өңдеудің теориялық негіздері мен практикалық әдістерін кешенді түрде меңгереді. Пән мазмұнында батик технологиясы, тігін бұйымдарын кестелеу, джинса маталарын заманауи әдісімен безендіру, аппликация жасау және ұлттық кестелеу технологияларын жүйелі түрде қарастырады. Оқу барысында студенттер әртүрлі маталардың жібек, мақта, джинса, киіз былғары тағы басқа қасиеттерін ескере отырып, оларды безендіру тәсілдерін таңдауды, бояу, кестелеу, аппликация және сәндік элементтерді, бисер, тастар қолдану технологияларын, түстік үйлесім, композиция, өрнек пен пішін көркем заңдылықтарын, ұлттық ою өрнектердің мағынасы мен символикалық мәнін заманауи сәнде қолдануды меңгереді. Пәннің маңызды нәтижесі студенттердің шығармашылық ойлау қабілетінің дамуы,
эстетикалық талғамының қалыптасуы және дайын бұйымды технологиялық әрі көркемдік тұрғыда бағалай алу дағдысының қалыптасуы. Сонымен қатар, пән ұлттық мәдени мұраны сақтай отырып, оның қазіргі сән индустриясымен ұштастыруға бағыттайды. Осы пәнді оқу барысында студенттер әртүрлі маталардың жібек, мақта, джинса, киіз, былғары, тағы басқа маталар сияқты қасиеттерін ескере отырып, оларды безендіру тәсілдерін таңдайды. Бояу, кестелеу, аппликация және сәндік элементтерді бисермен, тастармен қолдану технологияларын, түстік үйлесім, композиция, өрнек пен пішінің көркемдік заңдылықтарын оқу барысында студенттер меңгереді. Ұлттық ою-өрнектердің мағынасы мен символдық мәнін заманауи сәнде қолдануды меңгереді. Пәннің маңызды нәтижесі студенттердің шығармашылық ойлау қабілетінің дамуы, эстетикалық талғамның қалыптасуы және дайын бұйымды технологиялық әрі көркемдік тұрғыда бағалай алу дағдысының қалыптасуы. Сонымен қатар, пән ұлттық мәдени мұрасын сақтай отырып, оның қазіргі сән индустриясымен ұштастыруға бағыттайды. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лекцияны, дәрісті оқыған Наетова Гүлнұр Абудилақызы, сеньор лектор. Келесі дәрісте кездескенше қош сау болыңыздар.